Қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Кештетіп, брудерін жасап атқан ем, ары қарай толықтырып. Бұл туралы тағы да видео түсер. Мен айтқым келгенім, мынау мен Москваның жанында Чехов деген қаласынан жаңағы көріп атқан астындағы видеоның барлығы бір адамның тауықтар шаруашылығы. Жаңа сол кісіден не жібердім? Не заказ бердім? Кучинканың жұмыртқасын заказ бердім. Пробныйға деп та, 20-сын, иә. Қазір астына қайта упаковка жасаған суреттерін барлығын қоям. Маған ертең Москва Шымкент деген неменен жаңағы самолетпенен салып жүретін болды. Соменен бір-екі адамдар бар деді, алып барып жүрген. Ақшасын төлеп қойдым, жаңа аударып жүрдім. Құдай қаласа соның жұмыртқасы ертең салса, ертең кешке қарайма уже или аргыным алам, несін жібереді, графигін барлығын. Соменен жұмыртқасын алып, өзім инкубация жасап шығарып көремін. Пробныйға сұрадым. Кучинский несін, жаңағы балапандарын, жұмыртқасын. Ол өзде сол жаңағы питерский генофондтан алған екен. Бұл негізі Ресейдің барлығы өздерінен алады, генофондтан бар. Міне жаңағы барлығын өзі сол генофондтан алған екен. Бұл кісілердің де бағалары енді жоғары. Мен бағаларымен жазып қойдым. Теңгеге шағып, орташа жобасын рубльменен 50 теңге, 70 теңге жетпейді жобасымен біріктіріп жібердім. Міне солай ағайын, тауықтарын көрдіңіздер, бірақ мықты барлығы. Бұл жерде мен сіздерге кеңес бермеймін, жаңағы брама дегенде жүдә пайдасы жоқ. Көп жем жейді, беретін жұмыртқасы аз. Ол тек для красоты дейді ғой, сол үшін ғана ұстайды көбісі. Бұл жерде брезгальский дегенде француздың тауығы жақсы екен олды. Онда мен зерттеп көрдім, ютубтан қарап, басқа жерден қарап. Ол да 4 айынан бастап туады екен уже как кросс сияқты, бірақ кросс емес, ол порода екен да. Кейін өзіңе жаңағыдай балапандан шығарып алып қалуға мүмкіндік бар екен. Брезгальский деген ұнап қалып. Бірақ оның жұмыртқасының өзі 1000 теңге екен біздің шаққанда. Өте қымбат екен, пока қоя тұрдым. Бірінші осы Кучинскийларын көрейін дедім экспериментке. Және Брезгальский, Кучинский, одан кейін Кох деген, бірақ ол 10 айында туады екен да. Бірақ одан кейін үздіксіз 3 жыл өзінің гарантиясымен 4-ші жыл қосып тағы да туып береді. Тура сол 240-260 жұмыртқасын Кохтар. Жаңағы етке де мясо яичный бағыттағы екен да бұл тауықтарда. Міне осы өзде кеңес берген осы Кох, Кучинский және жаңағы Брезгальский деген бар. Француздікі оны биыл 3-ші жыл ұстап жатыр екен өзде. Өзі сол Франциядан заказ бердім деді, Брезгальскийді. Тамаша екен, өздеріңізді көрген шығарсыздар видеода, аппақ әдем болып тұр. Міне сол кісілер тауып, өзім жақсылап кірісіп жатырмын, құдай қаласа. Қалай балапандар келеді, жұмыртқа келеді, тоже видеосын шығарам. Қалай келген, қазір мынау орыстардың бір ұнағаны суреттің астына қоям. Упаковкасы да жақсы, және ультрафиолетовый лампаменен жаңағы обезвреживание жасап, сөйтіп барып жіберіп отыр да. Маған суретке түсіріп, көрсетіп. Аплод 80% деді, аплод. Соменен бір-екі жұмыртқа артық қосып беретін болды. Келістік. Солай болып тұр. Міне. Ал, назарларыңызға рахмет. Қазір осы видеоның астында жаңа нені суреттерін қоям.